Мешіттегі кітапты алып кетуге бола ма? Жоны уақыф дейді. Мешіттегі кітапты алып кетуге болмайды. Бірақ рұқсат сұрасаң, имамға барып мен оқып келейінші, маған керек десең береміз, проблема жоқ. Ал енді жаңағы бүйтіп былай қарап, ешкім жоқ па деп, камера жоқ па деп бүйтіп алып кетіп қалды. Елдің қоғамдық дүниені ұрлауға ол болмайды. Кейбіреулер мешітке алып келіп қояды. Мысалы, маған айтады, кейбір адам, мен бір садақа берейін деп едім. Мен айтамын, садақаң керек жоқ. Не? Маған мынандай кітаптар керек. Мен сіздерге көрсетейінші. Кейбір адамдар айтады, маған садақа бермейді, ақша керек жоқ. Бізге кітап алып бер деймін. Мысалы, намаз оқитын кітап бізге керек ақ. Соны алып бер деймін, соны алып береді көп адам. Сол дүние. Мысалы, қараңыздар. Мына мешіттің іші. Мына біздің мешіттің алдындағы кітапхана деп айтсам болады. Кітап сөрелер. Мынаның бәрі Құран. Алла риза үшін бізге алып берген, адамымыз мысалы сіз алып берсеңіз, осылай өшет тұрады. Мені қаптап жай емес. Әр кітапты бетіп қаптап қойғанбыз, қараңыз. Қандай оқыптап, мені салафаны менен осы мешіт тұрғанша осы кітабыңыз тұрады, осыны оқиды. Мына жерде де басқа кітаптар, міне. Қандай кітаптар керек? Әр түрлі Құранның, мысалы, мына Әл-Ихтияр лил Фатауа деген біздің жақсы мен бауырым бар, Исатай деген. Бұл имам Ағзам Абу Ханифаның кітабы. Әл-Ихтияр деген ол кісінің еңбегі, мына жерде жазылып тұр. Рыз келді қажы мешіттің мүлкі, мешіттен шығаруға тыйым салынады, үйге апару оқуға болмайды. Мына жерде арабша мәтінімен, мына жердегі соның тәржімасыменен біз осы жерге қойып қойғанбыз, алып кез келген адам оқиды. Осылай кітаптар тұрады. Осыны осы жерде оқу керек, қайтып өз орнына қою керек. Ар жағында да тола, ар жағында да, и сол сияқты арғы бетінде де тола. Сондықтан қажет болған жағдайда осылай кітапты алып қойсаңыздар өте дұрыс болады. Яғни ол тек қана біздің ана Арабияда мешіттерге кітап қоятын қажыларымыз бар. Арабтарды жарылқаймыз деп жүрген жоқ. Арабтардың өзінің шамашы етеді, өздерінен шыққан кітаптарды өздері қоя алады. Ал сіздер олай жасамаңыздар. Ол тек қана Құран болмасын. Мысалы, Абай атамыздың кітабын алып бергендер бар. Әр түрлі кітаптар көп бізде. Соны алып берген кісілер қоя алады. Бұл маңызды нәрсе. Мен кеш мынау 30 күн оразадағы бағдарламада шыққан кітаптарды, бағдарламамды мынау 30 күн оразада Жібек жолы арнасынан сөйлегенімді білесіздер. Соның барлығы тіркеліп, қазір теріліп жазылып жатыр. Әрбір аузымыздан шыққан сөзімді соны кітап қылып басып шығарсам ба деп. Соған бұйырса осы бірер күнде дайын болып қалады. Соны шығарам. Әрбір адамға сыйлыққа берсек деген ойымыз бар.